Қайырлы күн достар. Бүгін біздер Facebook жарнамаға төленетін ақшаны, яғни нақтырақ айтқанда картаны қалай тіркеу керектігін үйренетін боламыз. Ең біріншіден Facebook'ке кіру қажет, одан кейін барып біздер управлять рекламаға өтеміз. Управлять рекламаға өткеннен кейін мына жерден үш сызық тұрады. Рекламный Facebook осы жерден басасыздар да. Міне все инструменты тұрады. Осы жерде міне настройкиге өтеміз. Міне настройки беті шықты. Осы жерден настройки платежей деген бөлім бар. Осыны басамыз да, кейін біздерден міне егер де сізді бұрын жаңағыдай карта тіркелген болатын болса, онда бірден способ оплаты тұрады. Ал егер де картаны жаңадан тіркеп жатсаңыз, мына жерден сізде карта болмайды, одан кейін барып міне осы жерден добавить способ оплаты дегенді басамыз. Добавить способ оплатын басқан кезде осы жерде міне ең біріншіден картаның аты жөнін жаңағыдай картадағы өзіңіздің аты жөніңізді жазасыз. Кейін осы жерде картаның номерін жазасыз. Кейін мына жерден срок действияны жазамыз. Мына жерден мен қатесін жаздым. Так, қазір мына жерден срок действияны жазамыз. Мысалға менде, например, 18-22 деген секілді. Одан кейін бар картаның сыртындағы, яғни картаның керлесі бетіндегі артында 3 сан болады картаның. Картаның 3 саны болады, мысалға там 555 деген секілді. Картаның 3 саны тұрады осы жерден. Осы жерден жаңа Visa, MasterCard карталарын тіркесеңіздер болады. Кейін продолжить батырмасын басасыздар да, одан кейін сіздерден бірден егер де ешқандай жаңағыдай минус болмайтын болса, онда картаңыз дәл осылай мына жерден тіркеліп тұратын болады. Дәл осылай тіркеліп тұратын болады. Одан кейін міндетті түрде картаны тіркеп жатқан кезде осы Каспийден, мысалы Каспий тіркеп жатсаңыз, Каспийден $1 снимать етеді, яғни $1 алып алады. Міндетті түрде картада $1 болуы қажет. Не себепті? Себебі сіздің жаңағы сіз платежеспособный, яғни төлем жасай алатын адам болуыңыз қажет. Сондықтан сіз Facebook сол сіз егер де хотя бы $1 төлей аласыз ба деген мақсатта сіздің картаңыздан $1 алады да, одан кейін барып сол $1 қайтадан картаңызға жібереді. Ешқандай ана жерде ешқандай сіздің ақшаңыз құртылмайды, просто жаңағыдай тексеріс ретінде. Одан кейін барып, яғни бұл жағдай осының барлығы егер де барлығы дұрыс орындалатын болса, осы жерден міне қараңыздар, осылай картаның, осы основная карта деп осы жерде сіздің картаңыз тұратын болады. Тағы бір қателік бар, яғни карта тіркелмей жатады. Міндетті түрде шектеуді 25 000 теңгеге қою керек, сол кезде ғана сіздің картаңыз осы Facebook жарнама жасау үшін сіздің картаңыз тіркелетін болады. Жалпы картаны осылай тіркейміз, одан кейін барып ең басты қателік осы интернеттегі шектеуді алып тастау керек. Өзіңіздің банкіңізде мүмкін Халық банк, мүмкін Каспий, мүмкін басқа да банк деген секілді. Сондықтан міндетті түрде шектеуді алып тастау керек. Жалпы осы бүгін картаны тіркеуді үйреніп болдық. Тағы да басқа видеоларды көру үшін каналға тіркелсеңіз болады. Сау болыңыздар.